Армысыздар, құрметті студенттер, қалдарыңыз қалай? Сергіту сәті, яғни бір-бірімізбен амандасайық. Ойынның шарты мен айтам, яғни баспен десем, баспен амандасамыз, қолмен десем, қолмен. Түсінікті ғой шарты. Ал бастаймыз. Азамат баспен амандасайық бұдан. Сұрағымыз барлығымыз орнымызда? Бәрі келді. Келесі иықпен екен. Келесі тіземен. Бекжан келесі құлақпен. Жылдамдық. Екінші топқа барайық, электровоз тобы. Сіздер де орныңыздан тұрамыз. Ал құрбан бастайды. Ернармен құлақпен амандасыз. Иықпен, аяқпен, келесіміз баспен, қолмен. Burada сұрақтар қойылады, яғни бақыршам деген ойын болады. Burada ойын арқылы бірінші топқа сұрақтар келеді, одан кейін екінші топқа сұрақтар келеді. Яғни әр дұрыс жауапқа мен стикер беріп отырам, ол 2 балы ұпайдан саналады сабақтың соңында. Қай жақтар көп, сол жеңімпаз топ болып анықталады. Жарай ма? Ал бірінші топқа сұрақ, кім жауап береді? Бақыршамның қай түсі жанады, соған жауап береміз. Қай таңда? 2 ма 3 па сізге? 2 жарайды. Сары түстің сұрағын оқып көрейік енді біз. Станция кезегіше қандай қызмет атқарады дейді? Кіріп шығу бадашандарын бақылап отырады, көзін көшіріп, и одан кейін нелерді қабылдайды ол станция? Нелерді жөнелтеді? Пойыздар. Жауапты көрейік. Мұнда қандай жауаптар бар екен? Пойыздарды қабылдау және жөнелту жұмыстарын атқарады екен өтеміз. Келесі үшіншіні кім таңдаймыз ғана? Арман таңдаймыз ба? 3-тің сұрағын ашайын мен. Жасыл түс, яғни. Жасыл түстің маневр кезіндегі жылдамдықтарды білеміз бе? Маневр кезіндегі жылдамдықтар бірінші 3, 5, 15 бар, 25, екеу. 40, ең соңғысы 60. Көрейік оның жауабын. Дұрыс, яғни 3, 5, 15, 25, 40, 60. Енді дәл осындай екінші топқа сұрақ берейік. Екінші топқа да дәл осындай бақыршам, сіздерге де осындай 3 сұрақ қойылады. Сіздерде қайсысыңыз бірінші таңдайсыздар, өздеріңіз Жасұр, жарайды. Сізге 3-тен бастай 2, 1 ма? Қайсысы? 1. Бірде де қызылдың сұрағы дөңес қуатына қарай нешеге бөлінеді? дөңес қуатына қарай 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінеді, қандай? Ірі қуатты, кіші қуатты, орташа қуатты. Өте дұрыс. Үлкен, кіші және орта қуатты болып 3-ке бөлінеді екен. Дұрыс. Келесі сұрақ кім таңдайды? Мен таңдаймын. Бар ма? Ернар қайсысы? 2 мен 3 па таңдайды? 2, жарайды. 2 сары бақыршам көзі жағында бағыттама бұрмасынан қызметі дейді. Бағыттама пойыздың аралыққа келетқанда басқа жолға түсуіне. Яғни түзу жолдан жанама жолға, немесе жанама жолдан түзу жолға жүргізу. Бір жолдан екінші жолға яғни. Жолсымалы құрамды бір жолдан екінші жолға ауыстыратын құрылғы дейді. Дұрыс па? Бағдаршам ойынымыздың қорытындысы бойынша сіздерде 3 сұраққа жауап бердіңіздер. Мінекей анараға жабыстырып отырыңыздар. 3 алда ойындар болады. Сіздерге де 3 сұраққа жауап бердіңіз. Жина ана 3-ті жабыстырып отырыңыздар. Соңында бұны санап жеңімпазды білдіреміз. Сабақтың тақырыбы сигналдар және оның түрлері. Сигнал дегеніміз теміржол көлігінде бұйрық болып табылады. Сигналдың берген бұйрықтарын теміржол көлігі қызметкерлері мүлтіксіз орындау керек бұйрық бұл сигнал дегеніміз. Сигналдар 2-ге бөлінеді. Яғни көзбен көрінетін сигналдар және дыбыстық сигналдар болып 2-ге бөлінеді. Көзбен сигналдар жолда жүрген жұмыстар жүргізілу кезінде, яғни қалқандар, дискілер, қоршау сигналдары, қауіпті аймақтың басы, аяғы деген сияқты сигналдар, яғни тасымалды сигналдар
Көрінетін сигналдар түсумен, пішінімен және орналасуымен сигналдық көрсеткіштерінің санымен белгіленеді. Яғни бұл көрінетін сигналдар. Келесі дыбыстық сигналдар пойызда қозғалысы кезінде локомотивтің ысқырығымен, дрезинаның ысқырығымен және қол ысқырығының көмегімен беріледі. Дыбыстық сигналдардың айырмашылығы күндіз де, түнде де бұл дыбыстық сигналдың қандай сигнал берсе де ол несі өзгермейді, бір бұйрықты береді. Мысалы айтатын болсақ, бір ұзын сигнал берілетін болса, локомотивтің ысқырығына, яғни ол алға жүрем деген мағынаны білдіреді. Бұл күндіз де, түнде де олса алға жүрем деген мағынаны білдіреді. Ал көрінетіндер олар бөлінеді. Күндізгі, түнгі және тәуліктік бұл. Жаңа біз айтқанда қалқан бар, міне нарада қарайтын болсақ, сигналдың түрі S деген сигнал, яғни әрбір бар. Бұл не мағына білдіреді? Бұл сигнал бер деп тұр. Локомотивтің машинасына сигнал бер. Өйткені сен алда түнелге келатсың, немесе станцияға кіріп келатсың, или басқа да жерлерде, яғни S деген сигнал перездердің алдында тұрады. Кездессе, яғни сигнал беріп өтіп керек. Келесі остановка локомотиві, яғни локомотив келіп тоқтайтын жер. Бұдан өтіп кетіп тоқтауға болмайды, яғни жаңағы сигналдар. Нарада граница станцияның шекарасы, мынаны алатынымызда қауіпті жердің аймақтың басы, қауіпті аймақтың соңы дегендерді білдіреді. Жалғыз бұлардан бөлек көрінетін сигналдарға жалаушалар жататынына, сары жалау, яғни жылдамдықты азайту болса, қызылымыз не бізге, яғни тоқтауды талап етеді, сигналдар өтуге тыйым салынады. Күндіз берілетін болса, түнгі сигналдарға, түнгі сигналдар, яғни қол шамдарының көмегімен беріледі. Мысалға айтатын болсақ, мынандай шамдар алға деген мағынамызды түнгі уақытта, артқа болса артқа деп беріледі, жанға болса жанға деп көрсетіледі. Күндіз жалаушалармен немесе қолымызмен, түнде осындай шамдардың жарықтарымен белгіленеді. Түсінікті ме? Енді дәптерлеріңізді тақырыпты жазып қойыңыздар бүгінгі. Дәптерлеріңіз сигнал және оның түрлері деп жазамыз. Кітапта 18 бетті ашамыз. Тақырыпты жазамыз. Сосын кейін бір-екі нақтысын айтайын, соны жазып алыңыздар. Жаздық па? Тақырып жаздық па? Құрметті студенттер, тақырып жаздық па? Енді жазамыз. Сигналдар теміржол көлігінде екіге бөлінеді. Біріншісі көзбен көрінетін, екіншісі дыбыстық деп айтып яғни. Көзбен көрінетін, екіншісі дыбыстық. Көзбен көрінетіндер және сигналдық көрсеткіштердің санымен ерекшеленеді. Ал енді осы жаңа сабағымызды қорытындылау үшін тағы да бізде ойын әдісі бар, яғни альпинист деген. Орада да сұрақ беріледі, қай топ шыңға бірінші шығады, сол топ сұраққа жауап беріп жеңімпаз атануға мүмкіндігі болады. Жарай ма? Яғни ең жоғары шыңымызда біздің клубымыз тұр, яғни сол туға қай топ бірінші жетеді, яғни сол топ жеңіске бір табан жақын болады, балдар сынай ұпайларды. Дайынбыз ба? Әсел, сізге сұрақ ашайын, екінші топтың. Теміржол көлігінде қанша бағдаршам бар? 11 бағдаршам. Білеміз ба? Кіру, шығу, өспезі, маршруттық, локомотивтік, ескертпелік, қоршау, бөгегіш, локомотивтік, дөңестік, маневрлік. Дұрыс, міне біздің қараймыз. Бізде уже қалыспай шыңға шығып келе жатыр, топтан. Міне бірінші сұраққа жауап бердік. Келесі топ. Екінші сұрақ кім таңдайды? Сіз ба? Аштық сізге. Тасымалды сигналдарға мысал келтіріңіз дейді, жаңа біз өтіп қой жаңа тасымал сигналдар. Тасымалды сигналдар, мысалы, сөндірдің алдынан өтіп баққанды, сигнал беріп өтеген, басқа қандай түрлері? Басқа құрылыстар, жасанды құрылыстар жөндеу барысында қойылатын
Sarı, Sarı, kızıl renkler var ya bizde dürüst söylüyoruz. Qay top javob berdi. Sheshinchi set. Bir so'roq qo'yam. Qay top javob berdi? Sol top jengimpoz atanadi. Turishtab muhayat so'roqni tindaymiz. Jaraymi? Temir yo'l ko'ylagining har xizmatkari qay signalni jabqa bilishi kerak? Dürüst, poyezdni to'xtatuv, qo'l signal mіндетті түрде білу керек әр қызметкер. Тамаша яғни жеңіске бізге көп тобымыз жетті, мінекейіңіз жеңіс. Альпинист ойыны бойынша, яғни сіздер 4 сұраққа жауап бердіңіздер, яғни арғы электровоз тобы 3 сұраққа жауап берді. Мінекейлеріңіз. Ал енді сабағымызды қорытындылай кезек, бүгінгі жаңа тақырып бойынша 2 топқа 2 сигналды берейін, кім қалай түсінген бізге жеткізіп берсін. Жарай ма? Қай топ сіздер көрінетіндерді алыңыздар, сіздер дыбыстық жайлы мәлімет беріңіздер. Жарай ма? Азамат міне. Жауабыңыз қолыңызда, мен сізге бір-екі сұрақ қойып. Көзбен көрінетін артқа жүр деген қол сигналы қалай көрсетеді? Көзбен көрінетін сигнал жүреді, артқа жүру. артқа жүру. Иә, қол сигналы. Дұрыс. Алға жүру қалай көрсетеді? Ал енді көрінетін нешеге бөлінеді? Көрінетін сигналдар үшке бөлінеді. Күндізгі, түнгі және тәулікті болып. Күндізгі сигналдарға жолаушылар жатады. Түнгі сигналдарға бағдаршамдар, дискілер, түнгі сигналдарға. Тәуліктік сигналдарға бағдаршамдар үшін. Мысалы, көрінетін сигналдардан сары жалауша күндізгі сигналға жылып, бұл жылдамдықты азайт деген жалауша. Қызыл сигнал бұл пойызға дереу тоқтатылады. Ал енді сізге сұрақ, сары жалауды берген жайылмай, оралып тұрған кезі болса не мағына? Дәл осы оралып тұрған кезі. Бақылап Пойыздың бүтіндігін, жай-күйін бақылап тұрмын деген мағына. Burada уже жылдамдық азайтылмайды. Сабақты жақсы қорытындыларыңыздар, өте керемет. Барлығыңыз дұрыс түсініп, жақсы түсінгендеріңіз көрініп тұр. Үйге тапсырма сигналдар оның түрлері, және бұл сигналдарын біліп келу қосымша, бұл сигналдар. Енді осы сабақ жайында кері байланыс болсын сіздермен. Арада мен күткендей болмады. Ұнады, бірақ ұсынысым бар. Маған қызықты үйрендім деген 3 тұр, соның үшеуіне өз қайсысын өздеріңіз қалай меңгердіңіздер, сол жайында мынадан стикерден бір-бір жабыстырып кетсеңіздер болады. Мінекей. Ана жазды, мен күткендей болмады. Ұнады, бірақ ұсынысым бар. Үшіншісі маған қызықты үйрендім. Бірінші сіз топ жабыстырыңыздар. Стикерлерimiz санайық, қайта ұтқаны. Сіздерде қанша болды? 7. Арық топ, электровоз тобы? 6-ында жеңіске біздер, тепловоз тобы жеңіске жетті. Ал енді осыны бағалай жүйелеп бағалай жүйелеп, сабаққа жақсы жауап беріп атсалысып отқан азаматқа баға қой жүйелеп, жақсы, өте жақсы. Арман бар burada. Ал енді сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма түсінікті болса, жаңа сабақ түсінікті болса, сіздерге назар аударып жем қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.